Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс, бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған екен. Достар, біздің арнаны 77% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін, әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиеті күшті өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пияз бен қырғұлақ цинга ауруын емдеген екен. Пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған аллачеп деген дәрі асқазан, шек науқасына, сондай-ақ атеросклерозға да ем екен. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың біраз қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Бәзбіреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес, себебі қызарып бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шайнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген өте пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталғандықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Әріңдеген жараға, үсіген жерге басуға да болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататын қасиеті де бар. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. Бір немесе 2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үккіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал, 1 шай қасық қосып, құрғақ шашқа жақса, шаштың түсуі мен ұштануын тоқтатып, тез өседі. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруларға ем? Назар аударыңыз. Пияздың қабығы бірталай дертке дауа. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бәріне белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Сізге таңсық тақырып болса, төмендегі жазбаға назар салыңыз. Пияздың қабығы Е, В, С ер дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне өте бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке де ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі сізді жасартады. Жүрек, қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркекті қуатты арттырады. Иммундық жүйеңізді нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шылақтан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып, қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Шек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді. Қақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді. Терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді.
Қалай емдейді? Жүрек қан тамырлар жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымын реттейді, варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлақ ауруларына, яғни подаграға қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шашыңыздың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады әрі жылтырлығын арттыра түседі. Қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады әрі сінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стақан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдап жүріңіз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, 1 және 2 ас қасық бақбақ, яғни одуванчик тамырын және 1 және 2 ас қасық мың жапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып, тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 миллиграммнан ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.